Ал наурыз көжеге ең бастысы бізге сүрленген ет, сүрленген қазы керек. Сондықтан қыстың соғымнан қалған бізде осындай сүрленген қазымыз бар екен, етіміз бар екен. Осыны жақсылап қайнатып, осыны сорпасына біз дән дақылдарды, тұзды, ең соңында құртымызды езіп салатын боламыз. Наурыз көжеге 7 түрлі дәннен жасалған. Соның біріншісі су. Су табиғат бастауы. Тұз адам ағзасына өте пайдалы. Тұзсыз тамақ дәмсіз болады. Сосын бізге дән дақылдар қосылған. Оның ішінде біз бүгін наурыз көжеге бидай қосамыз. Сосын біз дән дақылдардың ішіндегі ақ жүгеріні алдық. Ақ жүгері қосамыз. Және де наурыз көжеге тары қосамыз. Ал соңында еттің сорпасына құртты езіп, араластырып, наурыз көжеге дайын болғанда құртты езіп қосатын боламыз. Қызым, енді осы етті біз 2 сағат қайнатамыз. Анашым, наурыз көже дайын ба? Я, қызым, наурыз көже дайын болды. Ал енді саған наурыз көже құйып берейін. Анашым, наурыз көже дәмді болыпты. Ас болсын, қызым. Қызым, наурыз көжені тойып жеп алу керек. Өйткені наурыз көжені тойып жеген адам жыл бойы тоқ жүреді деген. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесі құтты болсын, қызым.